Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен кішкентай ғана фарштан котлет жасаймыз. Ол үшін бізге ең бірінші батон немесе нанымыз керек. Осылайша жан-жағын тазалап, сүтке немесе суға езіп қоямыз. Барлығын екі жағында малып қоямыз. Нанымыз сүтімізге батып тұру керек. Осылайша жұп-жұмсақ болып тұрады. 10-15 минуттан кейін алып фаршымызға араластыратын боламыз. Содан соң, яғни жуамызды уақыттап турап аламыз. Және дәмдеуіштерімізді, тұзымызды дайындап қоямыз. Мінекей жуамызды турап алдық. Содан соң фаршымызға қосамыз. Жуаны молырақ қосаңыз, тәттірек болады. Осылайша батончигімізді сүтімізден сығып аламыз да, және тұзымызды өзіңіздің қалауыңыз бойынша дәмдеуіштеріңізді саласыз. Содан соң барлығын мұқият араластырып аламыз. Барлығы біркелкі болуы қажет. Содан соң ғана жұмыртқа салсаңыз да болады, бірақ мен салмай жасай беремін. Осылайша дайын болған фаршымызды ұнымыздың көмегімен дөңгелектеп котлеттерімізді жасап шығамыз. Жабысып қалмау үшін ұнға аунатып жасасаңыз болады. Мінекей барлығын жасап шығамыз. Мінекей мен котлетті осылай жасаймын. Сіздер қалай жасайсыздар? Осылай жасағанда да өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Егер ұнап жатса, менің каналымды бағалап кетуді ұмытпаңыз. Котлеттерімізді дайындап болғаннан соң, қызып тұрған майымызда екі жағын қызарғанша шыжғырып аламыз. Осылайша барлығын шыжғырып аламыз. Котлеттерімізді шыжғырып алғаннан кейін бұқтырамыз, яғни томатымызға су құйып араластырамыз. Және тұз салсаңыз да болады, немесе салмасаңыз да болады. Өйткені біз котлетімізге тұз салған болатынбыз. Шыжғырып алған котлеттерімізді табамызға салып, жаңағы соусымызды құямыз да 15 минуттай бұқтырып аламыз.
Осылайша біздің котлеттеріміз дайын болады, өте дәмді болып шығады, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз, сізге сөзсіз ұнайды. Ал сіздер қалай дайындайсыздар, төменге жазып кетсеңіздер болады.